Сәлемдестер, мен Бекзат және бүгінгі менің влогыма қош келдіңдер. Мен қазір үйден шықтым, енді остановкаға бара жатырмын. Қазір сағат 7:34 кетті, мен кішкене кешігіп жатып, бірақ автобус уақытында келеді деген ойдамын. Бізге қазір қазақ тілі екінші сабақ болып жатыр. Әлі алда 6 сабақ бар. Жаңа технологиядан шыққан информатикаға бара жатырмыз. Қазір маған 8-ші сабақ болып жатыр, содан кейін үйге кетеміз, яғни бізге дін тану. Мен типа қазбын. This is our school. Менің автобусым келді. Жаңа автобусқа мінген жоқпыз. Машина деп магазин ішіне келдік. Ерлан сырок алды. Мен шығайын. Мінеке біздің остановкамыз. Мына жерде мінеміз. Мінеке біздің автобусымыз келді. Сағат 2:30 болды, сен келсең әне. Және қазір мен сендерге кейбір оқиғаларды айтып кетейін, мен неге мектепке жүргім келеді деген. Яғни көп адамдар өз мектептеріне және мұғалімдерге жүргім келетін шығар, бірақ олардың өзінде себептері бар. Мысалы, мен не үшін жүргім келеді? Менің мектебімдегі мұғалімдер әділ баға қоймайды, яғни еңбегіңді бағалап білмейді. Осы ең басты зат. Қазір сағат 5:30 болды, және де мен бүгін ужинға жалпы мынандай овощтарды жейтін шығармын, бірақ бұл тек қана овощ, бірақ бұны мен жеймін бе әлі белгісіз. Мен сабақта осы бір кітапты көрген болатынсыздар. Бұл менде 39 ключей лабиринт Кассе деген кітап. Бұл өте қызық, және мен бұны осыдан 4-5 күн бұрын алдым. Және мен қазір мына бір бетінде жатырмын. Мұнаның барлығын мен бір тез оқып тастадым, өйткені бұл өте қызық кітап. Және бұның әлі алда 11 бөлімі бар. Сосын мына жерде мен кітапханадан 6 кітап алдым. Мынау бізде Марк Левидің «Странное путешествие мистера Долдри» деген кітап. Бұл да қызықты, бірақ мені әлі оқымадым. Мынадан кейін оқимын. Мынау обложкасы, мына бір кітаптың. Содан кейін жерде «Код во имя любви», яғни «Код Боб во имя любви». Осының киносы бар, және мен бұны көргенмін. Кітабы да қызық болатын шығар. Мынау менде ағылшынша кітап, типа қазақтың кітабы, просто ағылшынша. Короче, сондай. Мен бұны әлі кейбір жерлерін түсінемін, бірақ алдымен аларды бітіріп тастағасын бұларды оқимын. Келесі ол менде тоже мынандай Агата Кристидің оқиғалары, яғни рассказдары. Бұл жерде де барлығы ағылшынша. Әрине мен бұның бәрін қатты түсінбеймін, бірақ ағылшынды жақсартуға алдым. Және менде де тағы да Winnie the Pooh, яғни бұл да типа Винни Пух. Бұл оңай, себебі ағылшын жақсартуға кішкене болса септігін тигізеді. Және мынау менің кітапханалған кітаптарым мінекей болды. Және мен осы аптада апталық влог түсірем ба деп едім, бірақ мен бірінші күннің влогын түсірген жоқпын. Егер де бұл видеоны мен апталық влог қылсам, влог қылармын. Яғни екінші күннен бастап, келесі екінші күнге дейін. Сосын және кеше мен Тәркақтауға бардым, влог түсіріп жаттым, бірақ ол қызық емес болғандықтан удалить етіп тастадым. Сосын мен кеше Тәркақтауда, Катондегі магазинде киімдерге скидка болып жатты. Мен ол жақта ондай зат болып жатыр деп ойлаған жоқпын. Сондықтан мен екі мынандай толстовка, свитшот алдым. Мен шапкасы бар, және мына жерде Think Positive деп тұр, яғни думай позитивно,
думайте о позитивном, короче, түсіндіңдер. Және мінекей. Бұл жасыл түсті, және мен осындайды көптен алым келіп жүрді, және бұны мен қолайлы бағадан сатып алдым. Ал келесі ол соған ұқсайды, бірақ бұның матасы кішкене басқаша, және мынаған қарағанда кішкене жұқалау. Және бұл жерде бізде become who you are деп тұр, яғни бұл қазақша аударғанда сен кімсің, орысша аударайын, будь тем, кем ты являешься. Яғни сен кімсің, сен шынайы жүзің қандай, сондай адам бол деген сияқты. Және бұның да шапкасы бар. Мінекей, бұл да осылай көрінеді. Мен ондай қатты күшті блогер емеспін. Киімдерге обзор жасайтын, тек қана влог кішкене ұзақ болу үшін осы бір екі затты айтты. Бізде кішкене бұлттанып тұр. Нағыз мен жақсы көретін ауа райы. Және де балалар сабақтан шықты. Қазір сағат 5:30, және қазір мен влогты монтаждап ютубқа салатын шығармын. Және де мен влогымды аяқтайын. Егер де саған бұл влог ұнаса, мынаны басып кет. Егер де ұнамаса да осы аттарды қайттан басып кет. Және де кім пиар алғысы келеді, маған ВКонтактеге жазсын, бағасын барлығын жіберетін боламын.